Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі таңда бізде CUHK Шенженде оқитын биологиямен бірге вебинар болады. Яғни сол университеттегі opportunity-лар, сол университеттегі scholarship-тар жайлы биологияға көбірек айтады. Ендігі сөз кезегі биологияда. Кеш жарық, жігіттер, қыздар. Менің есімім Билал болады. Өзім Түркістан лицей түлегімін. Өзім туралы қазір таныстырып айтып кетемін қысқаша. Қандай стат дейді ғой, қандай статтарым бар, қандай активитимен, жаңағыдай қандай жетістіктерім бар. Соның бүкілін айтып кететін боламын қазір. Так, көрініп тұр ма? Сардарбек, Сәлем. скриншотты ала аласың ба? Сосын оқушылар камераларыңызды қосып отырсаңыздар, интеракшнға жақсы болатын еді, по возможности. Қазір настройкадан дауыс беріп жүрейін. Тез ғана. Көрініп тұр ма? Я. Сонда бастай берейін. Итак, CUHK Шенжен университетін университет туралы. Нақты click to exist screen деп тұршы, көрінбей тұр. Қай жерде екен? Клик. Презентация жасап, сол кезде шеринг жасасаңыз вроде болады. Қазір. Запись болады, по возможности сонымен бөлісуге тырысамыз. Но бірақ нақты емес әлі. Көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ туралы. Click to exist full screen деп тұр. Осылай көрініп тұр шығар да? Я, осылай көрініп тұр. Осылай көрсете берем онда. Так, CUHK Шенжен Chinese University of Hong Kong деген, то есть қытайшада біз Сяньян Жоңго Дасио Шенжен деп айтамыз. Бірінші жол өзім таныстырып кетейін. Мен бұл университетте, менің атым Билал, фамилиям Нұрилаев, жасым 19-да Түркістан лицейінің 2024 жылғы түлегімін, мамандығым clinical medicine. Итак, статтарым туралы қысқаша айтатын болсақ, менде SAT осы IELTS пен SAT 510 мен IELTS 7,5. Спорт жағын айтатын болсақ, спортта менде International MMA, бізде MMA дегенде бізде бұның аты негізінде рукопашный бой деп аталынады. То есть hand to hand close combat деп сондай бір аттар бар, өзінің әртүрлі. Просто СНГ-да ол популярны болған соң, бірақ Америка немесе басқа мемлекеттерде ол спорт популярны болған соң, просто MMA деп қысқаша жазып кеттім. International MMA bronze, Regional MMA gold, silver, bronze, то есть осындай орындар алдым жазып кеткем. Сосын менде powerliftingтан КМС бар, то есть Candidate of Master of Sports, және дәл сол жаңа MMA, то есть рукопашный бойдан менде бірінші дан қара black belt бар, то есть черный пояс бар. Одан кейін олимпиада туралы айтып кететін болсақ, менде республиканский дарын олимпиадаларынан менде 2 бірінші орын бар, то есть 2 золото. Региональный дарын олимпиадаларынан менде бірінші, екінші және үшінші орындар бар. Және КБО, Қазақстан білім олимпиадасы, ол в основном лицейлердің арасында өтеді. Одан менде бірінші және екінші және үшінші орындар бар. Дәл соған ұқсас.
Одан кейін activity келетін болсақ, негізі менде activity көп болды, но ең маңыздыларын айтып кетейін, который, скорее всего, менің осы университет түсуіме ең көп влияниесі болды. Бірінші болып, volunteering club co-founder, то есть volunteering club, то есть базалардың ішінде мына volunteering club ашу, то есть оның ішіне қатысу, оның ішіне бір рөл ойнау. Одан кейін TED Talks, бізде лицейде өзіміздің TED Talks'ымыз бар. Соның басында Эбигейл деген апаймен қосылып ашқанбыз. Және ол жақта мен маркетинговый жаңағыдай директор, то есть маркетинговый лидер рөлін атқарғанмын, кофаундермен қоса. Одан кейін менде жаңағыдай мынайды айтып кететіндей, менде International MMA мен Regional MMA, то есть осы спорттардан мен уақытында жаңағыдай тренер дегенде мен ко-тренер болғам, то есть өзім тренерімнің жанындағы көмектесіп жүретін жаңағыдай оқушысы болғанмын. Одан кейін келетін тақырып ол CHK деген не? То есть CHK Шэньчжэнь деген не? Университет туралы қысқаша бір басын айтып кететін боламыз. Мен өзім университетті оқушыларға ең қызық деген 3 категория бөлдім. Ол 3 категория мен өзім мысалында оқушы кезімде 10-11 сыныптар кезінде университетті қалай таңдағанмын. Бірінші ол әрине ол education quality қараймыз. Потом education quality'дан кейін мен қысқаша именно студенческий жизнь және location туралы айтып кететін боламын. Неге именно Шэньчжэнь, неге именно Қытай туралы. Одан кейін соңғы болып біз career opportunity, то есть бізде университет бітіргеннен кейін диплом мойындала ма, мойындалмай ма, диплом қандай болады, ол дипломмен қай жаққа түсе аласыздар, соны бүкіл айтып кететін боламын. Сонымен бастадық. Мына жақта қысқаша overview, Chinese CHK Шэньчжэньнің, оның толық аты сол Chinese University of Hong Kong, то есть Китайский университет Гонконга. Ол университеттің бір кампусы Гонконгта орналасқан, екінші кампусы Шэньчжэньде орналасқан. Және аттарда, соответственно, просто CHK мен CHK Шэньчжэнь СЗ деп бөлінеді. CHK мен CHK, то есть негізі бұл университетті CHK как екінші кампус ретінде Қытайда орналастырған. Mainland China дейді, Mainland China Шэньчжэньде орналасқан. Полный ағылшыншадағы куррикулум, то есть бүкіл сабақтар ағылшыншада болады, қытайша берілетін сабақтар, қытайшадан басқа сабақтар қытайша берілмейді, то есть қытай тілінен басқа. Және общий total of 79 undergraduate пен postgraduate программалар бар. Оны біз айтып кететін боламыз жаңа education quality деген жерде. Итак, қысқаша айтатын болсақ, осы QS World Ranking 32-ші болып орналасқан CHK, то есть топ 32 деп айтыламыз. Одан кейін 650-ден көп International Faculty бар. Ол деген университет өте жаңағыдай айтқанда Қытайдың университеті емес, жаңағыдай шетел Гонконгтың университеті екенін былайынан көрсетіп тұратын осы зат бар, потому что International Faculty деген ол значит ағылшынша жақсы сөйлейтін, без акцент сөйлейтін Қытайға түсетіндердің ең үлкен проблемасы негізінде профессорларда акцент бар ма? Мен олар түсіне аламын ба деген сұрақ бар негізінде. Және осы сұрақтың жауабы мына жақта осы бір екінші point 650 International Faculty деген point түсіндіріп жатыр, что 650 жаңағыдай ағылшынша жақсы білетін, как минимум ағылшынша сабақ бере алатын кімдер бар? Профессорлар бар. 146 профессорлар, то есть неде? Elsewhere топ 2 scientist list деген жаңағыдай профессорлардың емес, в основном ол кімдердің листі, ол scientist, то есть researcher деп айтады, research жасап, олардың research мысалында басқа бір журналдарда басқа scientistер қолданатын болса, олардың ранкингі өседі. Және олардың research'ын басқа журналда қолданғанын көрсететін болса, және оның жаңағыдай не дейді оны? Оның мысалында reference дейді, reference көп болатын болса, именно осы профессорлардың ранкингі өсетін болады. Және әлемдегі бүкіл профессор осы Elsewhere топ лист дегенде бар. Және топ 2 scientist деген ол өте мықты атақ. Не үшін? Салыстырмалы түрде айтып көрейін, мысалында НУ-да, Назарбаев университетінде, Қазақстан топ 1 университетте, білуім бойынша 10, ары кетсе 10 топ 2 scientist бар. Топ 2% scientist листтағы профессорлар бар. Ал біздің университетте 146 топ 2 scientist листтегі профессорлар бар.
Одан кейін бізде 6 Нобелевский лауреаттар бар, как профессор ретінде және как ресерчер ретінде біздің университетте жұмыс жасап жатқан. Және QAS дейді, то есть Quality Assurance Standard. То есть бізде Сюичкидің главный кампусы мен Сюички Шэньчжэннің главный кампусындағы сабақтардың разница жоқ деген білдіреді. То есть Education Quality Сюички main кампус пен Сюички Шэньчжэнь бірдей деңгейде тұрады деген білдіреді бұл. Одан кейінгі локейшн қысқаша Шэньчжэнь ол Чайнаның Кремниевая долинасы деп аталынады, екінші аты China Silicon Valley. Не үшін? Потому что ол технология мен инновациялардың ең қарқын дамып жатқан бір точкалар болып саналады. То есть ең қарқын дамып жатқан Қытайда қаласы болып саналады. То есть Center of AI, Electronics, Semiconductors, EVs and Fintech Technology. То есть Fintech Development. Fintech деген ол финансовый технология деп аталынады. Ашып айтатын болсақ, Office of Major Chinese and International Companies. То есть бізде қандай компаниялардың офистары бар? Apple, Microsoft, Tencent, BYD, DJI және басқа өте крупный әлемдегі жаңағыдай топ 100 компания деп атауға болады. Соның 80%-ның офисі Шэньчжэньде орналасқан. То есть Шэньчжэньде бар. Және 17-6 миллион популяция адамдар тұрады Шэньчжэнь қаласында. Job Opportunity, Global Internship программалар өте көп. То есть біз Mainland China мен шетелде internship жасай аламыз. Градуеттерге, то есть университет бітіретін болсаңыз, сізге 2 жыл Гонконгтағы work визаны алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол туралы сәл кейіндеу айтып кететін боламыз. Және 95% employment rate. То есть бітірген градуеттердің жаңағыдай бітіріп жұмысқа кіргендердің проценті, рейті ол 95%. Ол деген өте жоғары көрсеткіш. Итак, бұны бүкілін ашып айтатын болсақ, бірінші болып Education Quality-ға келетін боламыз. Сюички Шэньчжэннің қайтадан айтып отыр, QS World Ranking бойынша топ 32-де орналасқан. Бізде дигри, то есть дипломымыз Сюички мен Сюички Шэньчжэннің бірдей жаңағыдай value, то есть нейді. Градует университет бітіргеннен кейін жұмысқа барып диплом тапсыратын болсаңыз, ол дипломның Сюички главный кампусымен бірдей несі болады, values, то есть бірдей құндылығы болады. English, то есть бізде главный curriculum, полный curriculum English өтеді, ешқандай қытайша сабақтар жоқ. Қытайша университеттердің мысалында SCAT деген университет, HITS деген университеттер бар. Бізде ең көп қазақтар саны сол жақта негізінде. Қытайдың Шарагал деп атауға болады. Олай деп атайтын болсақ, сәл қатты айтып қоятын боламыз, но HITS, SCAT ол бүкіл қазақтар Қытайға келіп түсетін университеттер болып саналады. Не үшін? Языковой курс, языковой год дейді ғой. Языковой годқа келеді, немесе басқа бір мақсаттармен келеді. Солар негізінде SCAT, HITS, SUSTECH дейтін университеттер бар. Қытайдың өзінің сол университеттерге түседі. Ол университетте программа қалай өтеді? Итак, оларды international студенттер отдельно бөледі, және Қытай студенттерін, mainland студенттерін отдельно бөледі. Және оларға mainland студенттер мен international студенттерге сабақтарды екі түрлі өтеді. International студенттерге отдельно и mainland студенттерге отдельно. Олардың ранкингі mainland студентс бар ғой, то есть Қытай студенттердің ранкинге байланысты есептеледі. То есть QS World Rankingта сіз мысалы HITS-қа түстік дейік. HITS-та 4 жыл оқыдыңыз. И HITS айтайық мысалында топ 200-де тұр деп айтайық. Сіз барасыз, мысалы топ 200 негізінен мықты ранкинг, Қазақстанда бір компанияға барасыз, средний компанияға барып жұмысқа тапсырасыз. Және олар жұмысқа қабылдауы мүмкін. Хотя сіз топ 200 компания университетті бітірдіңіз. Не үшін? Потому что в основном Қытайда бітірген программалар басқа там жұмыс орындарымен мойындалмауы мүмкін. Не үшін? Потому что international студенттермен ранкинг негізінде Қытай mainland студенттермен саналады. International студент болатын болсаңыз, сізді мысалында білмейсіз қалай оқытқанын, қандай программамен оқытқанын, сол үшін сіздің как бы обучениеңіз, дипломыңызды олар мойындамайды. Именно
одан кейін келетін болсақ 28 undergraduate programs бар бізде, және scholarship 4 немесе 6 жылға беріледі. Университет өзі 2014 жылы founded, то есть 2014 жылы құрылған. Кампуста 11.000 студент оқиды, олардың 10% international students. Именно GPA-мен санайтын болсақ, бүкіл Чайна бойынша олар топ 1%-ға кіреді, 8 скул бар. 160 партнер бар. Партнер деген нені білдіреді? Партнер деген ол шетелде мысалында университеттер бір-бірімен коллаборация түседі. Және ол коллаборация түскен кезде олар әртүрлі visiting exchange програмдар ашады. Және бірге конференцияларға қатысып, конференция өткізеді. Егер университетке барып, мысалында research деген темаға кіретін болсаңыздар, оның маңызын түсінесіздер. Сіз сол конференциялар арқылы өзіңіздің жұмыстарыңызды басқаларға әйгілі етіп, басқаларға таныстырып, мысалында таныстыратын болсаңыздар, ғана сіздің researchіңіз в определенной степени мойындалады. Және сіздің researchіңіз в определенной степени құндылығы болады. Не үшін research керек? Мысалында компания тапсыратқан кезде research как бізде не сияқты, олимпиада сияқты болып саналады. То есть университетке тапсыратқан бізге олимпиада керек болса, магистратураға, PhD-ға немесе жұмысқа тапсыратқан болсаңыз, research paper болатын болса, оның құндылығы как бізде олимпиадалар сияқты болады. Сіздің research paper'ыңыз неге шығарылатын болса, топовый журналдарға шығарылып, референс көп сейленетін болса, ол кезде не болады? Ол кезде как сізде международный олимпиада бар сияқты болады. Және сізді басқа жұмыс орындары, магистратура, Оксфорд, Гарвард болсын, PhD, бүкіл университеттер, жұмыс орындар қарсы, қолын жайып қарсы алады. Осылай 8 колледж бар бізде, колледж не екенін жалғасын айтып кетем. Және осы слайдқа негізі айтатын заттар болды, бітті. Итак, бізде скулдар. Қандай скулдар бар? Бір-бірінен қарап шығайық. Бізде бірінші скул, ол School of Management and Economics, SME деп аталынады. Ол скулдағы бар бакалавр программаларын мына жерден қарасаңыздар болады. Экономика, финансы, Global Business Studies, то есть осының бүкілі бар. Одан кейінгі скул, SSE, ол School of Science and Engineering, то есть инженер және сайенсқа келіватқан оқушылар болса, тоже біздің университет қарастырсаңыздар болады. School of Data Science, SDS деп аталынады. Осындай бакалавр программалары бар. Одан кейін School of Medicine. School of Medicine, осы жерде сәл тоқталып өткім келеді. Не үшін? Потому что мен өзім School of Medicine'намын, және менің мейджорым Clinical Medicine. Clinical Medicine деген не? Біздің тілмен айтқанда, ол общая медицина. Не үшін мен осы методта тоқталып өткім келеді? Потому что методқа түскісі келіп жатқан адамдарға мен ойлаймын, сүйечкеге түсу, сүйечке шынжыңға түсу, ол идеальный вариант. Не үшін олай? Потому что, во-первых, сізден тілді сұрамайды, тіл білімі сұрамайды. Шетелдегі, Еуропадағы, басқа мемлекеттердегі мед университеттерге түскілеріңіз келсе, сізден не талап етіледі? Минимум талап етілетін ол тіл. Ал уже сіз мысалында 10 сыныпта мен шетелге медицина оқуға түсем деп шешіп қойған болсаңыз, сізге 2 жыл тілді мысалында үйренуге жете ма? Қай деңгейге дейін? Минимальный деңгей сұрайтын B2, то есть upper intermediate деңгейін сұрайды сіздерден любой мемлекет шеттегі мысалында. Сізде B2 бола ала ма? Та же самая Германия мысалында ең медицинасы мықты деп саналатын. Неше талап етеді? C1 керек, чтобы сізде student коллектаны өтіп, Германияға грантқа мед университетке түсе алу үшін. То есть сіз ояқта student коллект барып 1 жыл оқисыз, 1 жыл оқығаннан кейін тест тапсырасыз, егер тіліңіз деңгей жетпейтін болса, тағы сол жақта қаласыз. Және student коллектқа сіз төлеуіңіз керек, тұруыңызға, жүруіңізге, то есть тамағыңызға төлеуіңіз керек болады. И дәл солай Америкада тіл білсеңіз, ағылшынша білсеңіз де грант шетелдіктерге берілмейді. Және UK дәл солай грант шетелдіктерге берілмейді. Басқа мемлекеттерде примерно сондай жағдай. Біз түсе алатын ол Россия, бірақ Россияның қазір жағдайымен және медицинаның жаңағыдай деңгейімен Россияға түсу стоит па деген сұрақ. Және келіп былайынан
тағалып келетін болсақ, мен өзім біраз жыл медицина программасын іздедім шетелдегі, және единственный келетін программа осы сүйічке шынжаңның программасы, клиникал медицина программасы деп санаймын. Не үшін? Потому что бізде с нуля китайский немесе кантонский білмей с нуля түсеміз университетке түскеннен кейін бізде 2 жыл болады, бізге 2 жыл беріледі. Не үшін? Чтобы HSK4 алу үшін. HSK4 это китайскийдің B2 деңгейін алу үшін. Және параллельно біз сабақ өтеміз, тіл оқимыз, және тілді және бізге scholarship беріледі сол уақытқа. Және медицина программасы топ 21 орында тұрады әлем бойынша, QS World Ranking бойынша. Біздің медскулда 2 Нобелевский лауреат бар, топ 2 сайентистер өте көп, және басқа да international жаңағыдай Канададан, Австралиядан, USA-дан келген профессорлардың саны өте көп. Мен өзімнің мысалында AAM, Academic Advisor'ым, менде Канадада, UK-да оқып, Канадада өзінің лицензиясын алып, USA-да лицензия алып келген кім? Доктор болып саналады. Одан кейін бізде келетін болсақ, School of Humanities and Social Science, HSS, то есть социальный жаңағыдай социологтар дейміз ба? Гуманитарный предметтер, Applied Physiology, English Studies, осы жерден өздеріңіз көріп саңыздар болады. Одан кейін бізде School of Artificial Intelligence, SAI дейміз біз оны. То есть қазіргі заманда Artificial Intelligence дамытқан заманда біздің университет өте тез адаптация жасап, School of Artificial Intelligence ашты. Және School of Music. Музыка қызығатын болсаңыздар, келуге совет берем. Не үшін? Потому что бізде именно School of Music'те новый кампус бар, өте әдемі кампус, және кампуста бүкіл жағдай жасалынған. Итак, негіз бұл мейджорлар туралы көбірек сайтында біле аласыз. Сүйічке шынжаңның соңында мен сайттың несін берем, сайттың ссылкасын беретін боламын. Так, мына жақта Entry Admission Information, то есть бізде сентябрьде application басталады, октябрьдің 31-іне дейін early round болады, марттың 9-на дейін regular round болады, және апрельдің 17-сіне дейін late round болады. То есть сіздер әлі тапсыра аласыздар, қай раундқа, regular раундқа тапсыра аласыздар әлі. Late раундқа тапсыруды өзім совет бермеймін. Мен өзім late раундпен тапсырғанмын. Соған өте қатты өкінемін, потому что мен late раундқа тапсырғаным Fulbright scholarship'ты алуыма бір кедергі болды. То есть мен, может быть, regularмен немесе earlyмен тапсырғанда Fulbright scholarship алатын едім. Потом student registration болады, және 90, то есть семестр басталады. Және тапсыруға тағы бір өте қатты совет беретін себебім, бізде тапсырып жатқан кезде application fee жоқ. То есть application fee, без application fee тапсыра аласыз. Басқа Гангутон университеттеріне тапсыратын болсаңыздар, application fee болады. Сайт негізі мына жақта өзі жазылып тұр. Соңында тағы бір көрсетіп жіберетін боламын. Егер түсіретін болсаңыздар, біз scholarshipпен, ол scholarship 4 жылға жарамды. Scholarship'тің негізінде осы жерде көріп тұрғандай 5 түрі бар. Бірінші түрі Honors Scholarship. Ол жылына 25 000 юань. 25 000 юань біздің теңгемен айтқанда 2,5 миллион теңгедей шығады. Жылына 2,5 миллион теңге беріледі, как стипендия ретінде. Ал Қытайда 2,5 миллион теңге ол жеткілікті, достаточно. Егер айына 1500-2000 юань құртатын болсаңыздар, 10 айға созатын болсақ, 20 000 юань сізде осы тамаққа кететін болады, және қалған 5 000 юаньды неге төлесеңіздер болады? Билетке немесе сәл қыдыруға құртсаңыздар болады. Және Honors Scholarship'тың ішіне сізде дорымдың ақшасы да кіреді, то есть сіз дорымға төлеуіңіз керек болмайды. Одан кейін full tuition, ол полностью обучениеңіз ғана төлеп береді, ал уже дорымды және тамаққа ақшаны, тұрып жүріңізге ақшаны өзіңіз қалтаңыздан шығару керек болады. Half tuition, full tuitionның жартыға бөлінген түрі, inspirational, 30% scholarship және accommodation scholarship. Қазіргі таңда, то есть осы жылы accommodation, осы және алдыңғы жылы accommodation scholarship берілмеді. Accommodation scholarship деген ол сіздің жатақханаңыз төленіп береді. Одан кейін бізде APS деп аталынады, Academic Performance Scholarship, то есть сіздің GPA-ңізге байланысты сіз
қандай сколшиппен түссеңіз де кейін оқу арқылы GPA арқылы осындай сколшип ала аласыз. Қандай сколшиптар? Ол тайр 1, тайр 2, тайр 3 деп бөлінеді. Тайр 1 сколшипқа 80 мың юань беріледі жылына. 80 мың юань. 80 мың юань 75-ке көбейтесіз. Оны көбейтетін болсақ, қазір неше теңгеге айтам. 80 мың юань ол 6 миллион теңге сізге жылына беріледі. 40 мың юань. Екінші тайрда 40 мың юань беріледі. 40 мың юань 70-ке көбейтетін болсақ 3 миллион теңге. Және 20 мың юань ол сол жаңағы 2 миллион теңге шамасында. Одан кейін бізде келген соң Guangdong Government Scholarship деген бар. Соған тапсыра аласыздар. Ол жылына 10 мың юань беріледі. Ол scholarshipқа. Және Shenzhen University International Scholarship деген бар. Оған 40 мың юань жылына беріледі. Одан кейін мына жақта бізде қысқаша деп айта аламын. Қысқаша жаңағыдай internationalization және advanced study prospect. То есть сіз университетте қандай exchange програмдарға қатыса аласыз, және университетте там international адамдар саны қаншама, және оған қоса international partners туралы қысқаша бір айтып кетеді. Так, бізде 60-тан көп национальность бар студенттер мен профессорлардың, 280-нен көп study abroad program, то есть summer programs, visiting exchange programs бар, 280-нен көп, және 180-нен көп international partners бар. То есть ол жаңа айтқандай университеттен меморандумға коллаборацияға түсіп қойған университеттер. Және 60%-тен көп студент жаңағыдай шетелде оқи алатын аккредитациямен. Итак, байынан жақындататын болсақ, бізде коллаборативный дегри программдар қандай? Ол Чикагомен, мысалы, University of Chicagoмен 3+2 деген программалар, Колумбийский университетпен 3+2 деген программалар, Берклимен 3+1 деген программа, University of Michiganмен 3+2 деген программа. То есть Американың топовый Ivy League университеттермен программалар істелінген. Ол программаларды бітіріп, сіз bachelor мен master's degree ала аласыз екі университетінде. То есть одновременно екі диплом аласыз. Одан кейін бізде UK мен Европта мысалында өзінің отдельный программалары бар. Asia Pacific программалары бар мына жерде. 2+2 программаны сәл көбірек айтып кетсек болады, фокус көбірек бөлсек болады. Не үшін? Потому что жылына 50 студентке семестр сайын кампус ауыстырып отыруға болады. То есть бір семестр CHK Шэньчжэньда, Қытайда Шэньчжэньда, және бір семестр CHK-дің кампусында, то есть Гонконгтың кампусында. Солай семестр сайын ауысып отырып, 2 жыл сіз Шэньчжэньда және 2 жыл Гонконгта оқитын боласыз. Осындай программа бар. Осындай тағы да басқа программалар бар. Қысық болса, сайтынан көре аласыздар тоже. Так, одан кейін келетін ол location мен student life туралы тақырып. Итак, бізде не үшін именно CHK-дің екінші кампусы Шэньчжэньда орналасқан деген сұрақ қоятын болсаңыздар, жауабы осы слайдта. Итак, бірінші болып Қытайдың 507 миллиард доллар жылына Шэньчжэнь қаласында айналады. Ол Қытайдың 5,81%, то есть почти 6% GDP-дің құрайды. Әлемдегі 4-ші ең үлкен порт, то есть Шэньчжэнь ол океанға жақын орналасқан қала, океанға тиіп тұрған қала, мына жерден көре аласыздар, мына картадан. То есть Шэньчжэньда полностью океанға выход бар. Сол үшін Шэньчжэнь қаласында порт бар. Және ол порт жай порт емес, әлемдегі топ 4, то есть ең үлкен 4-ші порт болып саналады. 8-ші most competitive largest financial center in the world. То есть және топ 3 ең көп инвестиция түскен қалалардың жаңағыдай 3-ші болып саналады. Қаланың 50%, почти 50% жасыл, то есть greenery coverage деп аталынады. И маған сол өте қатты ұнаған. Мысалы, біздің Қазақстанда, мен өзім Түркістандамын. Түркістанда ағаштар, білмеймін, аз өте.
Шымкентте де аз, Астанада ағаштар жоқ почти, Алматыда мақұл более-менее. Но Шыңжаңға келгеннен кейін қалаға кірдім, и прям өте жасыл қала, өте природасы әдемі, пальмалар бүкіл жерде әртүрлі әдемі ағаштар. Дворларына кіретін болсаңыздар, мысалында дворлары өте бір по фэншуй дейді ғой, өте әдемі стильде там селінген, ішінде мостиктар істеп қойған, ішінде осындай пруттар істеп қойған, ағып тұратын фонтандар істеп қойған. То есть фонтан дегенде біздің андай фонтан емес, былай ағып тұратын, натурально бір түсіп тұратын бір как шашара түрінде фонтандар істеп қойған. Ол обычный двордың ішінде, то есть Китайда самый обычный двор сондай 260 километр coastal line деген ол значит береговая линия ғой, то есть океанмен тиіп тұрған линия, ол 260 километр саналады. 20 пляждар бар, және мыңнан көп парктер бар. Және қала туралы тағы бір плюс, ол 23 градус қалада средний температура жылына. Қазір бізде өте жылы, прям идеальный погода болып тұр. Астанада минус 20 болатын болса, Түркістанда тоже там 0 градус болатын болса, Шыңжаңда қазіргі таңда сыртта мысалында көшеге шығып, спокойно футболкамен жүруге болады. Және ол өте рахат. Мен қыса Түркістанға барып келдім, қиналып куртка киіп жүреміз осылай, басымызды оралап, там қалың ауыр киімдер киіп алып, ал мына жерде жеңіл жүреміз постоянно. То есть тропический регион саналды, наверное. И одан кейін 2019-да екінші ең жаңағыдай топ cities to visit дейді ғой, то есть соның списогында екінші болып кірген. Байна айтатын болсақ, Қытайдың ең бірінші болып China Special Economic Zone болып саналды, Қытайдың ең бірінші, то есть ол не зат дейтін болсаңыздар, Қытайдың былай экономический бір историясын қарайтын болсақ, Қытай в определенный момент не салуды бастаған, Special Economic Zone'дарды салуды бастаған. Это как Дубай сияқты деп ойлаңыздар. Және Шыңжаң өзінің қазіргі деңгейіне 45 жылда жеткен. То есть Дубайға уже мына жақтан ұқсап отырсыз ба? Абу-Даби Дубайға, то есть өте қарқынды, өте тез дамып жатыр. Не үшін дамып жатыр деп айтатын болсаңыздар, ол по количеству небоскребов әлемде топ 1 болып саналынады. Қытайда мына осы тауыры бар, өзінің Шыңжаңның мына тауыр, көріп тұрған болсаңыздар, ол тауыр ұзындығы бойынша Қытайда екінші болып саналады. Ұзындығы бойынша 700 метр ма, сондай қателеспесем. Итак, 20 миллион халқы бар, медианный, то есть median age, медианный возраст 30 деп саналады, өте жас, то есть жастар қаласы. 30% higher education degree бар. Осылай қарайтын болсақ, почти 2000 квадратный километр аймағы бар. Гонконгтан намного үлкенірек қарайтын болсақ, Гонконг тұр мына жерде, және Шыңжаң тұр. Гонконгтан намного үлкенірек. Там Қазақстан ең үлкен қаланың там 6-ау сиып қалады шығар, 4-5 сиып қалады. Нақты білмедім, шынымды айтсам. Және Қытайда GDP бойынша топ 3 қала, топ 3-ге кіреді. Және былайынан қарап кететін болсақ, Шыңжаңның тағы басқа ерекшеліктері, Шыңжаңда ауыл жоқ, то есть полный 100% urbanization rate бар бізде. Қытай бойынша, то есть не бойынша, әлем бойынша топ 4 ең үлкен аэропорт, Қытай бойынша топ 1 аэропорт. 960 бас лайнс бар, 17 метро лайнс бар. Алматыда білуім бойынша 3 метро лайн бар. Гонконгқа мысалында 15 минутпен скоростной поездбен жетіп алуға болады. 130 railway stations бар, 130 станция. Және әлем бойынша largest number of skyscrapers, то есть ең көп небоскрептер саны. Одан кейін университетке өтеміз. Student life деген тақырыпқа келген локейшннан ауысып, университеттің негізгі картасы осындай. Шыңжаң сияқты университет өте үлкен, былай қарайтын болсақ, университет мына кіретін жер бұл lower кампус болып саналады. Мына жерде әртүрлі кампустың зданиялары. Мына жерде спорт холл мысалында, және мына жерде middle кампус, және мына жерде жаташка дейміз, то есть dormitoрлар, колледждер орналасқан. Өте үлкен университет,
университеттің ішінде 4 автобусный линия жүреді. То есть біз университеттің ішінде автобуспен, постоянно автобуспен middle кампус немесе upper кампус үшін там upper кампусқа бару үшін қолданамыз автобустарды. Автобус әр 5 минут, 3-5 минут сайын өтіп тұрады остановкалерден. Университетте там ыңғайлы жерлердің бүкілінде остановка бар. Қарайтын болсақ еще бізде университетте мына жерде лейк бар. То есть университеттің өзінің как бы көлі бар. Кішкентай көрініп тұрған болса да, көл өте үлкен. Білім айналып шығуға жарты сағат, кемі жарты сағат кетеді негізінде көлді. Көлде бір пристройкалар бар. Одан кейін университеттің өзінің тауы бар. Мына тау, то есть тау дегенде это как бы большой холм саналады. Осындай холмдар бар университеттің өзінің, және мына жердегі холм. Мына жердегі холм. Астындағы ол жаңа айтқандай lower кампуста оқу, то есть teaching комплекстар, teaching buildingтар орналасқан. Мына жерде. Және middle кампуста қазіргі уақытта не орналасқан? Musical кампус, то есть Muse кампус орналасқан. Және қазіргі уақытта ол жақта новый medical кампус салынып жатыр. То есть мына жерде сәл қарамен, жаңағыдай бөлініп қойған жерлерде сәл қара жасылмен. Мына жерде мысалында больницамен, университеттің өзінің больницасымен не салынып жатыр? Medical кампус салынып жатыр. Және былайынан тағы баратын болсақ, мына жерде мысалында Harmonia колледж, мына жақта Link колледж, мына жақта Diligence колледж, Muse колледж, Duan Family колледж, Minerva колледж. Осылай мынандай staff residence'тер, то есть профессорлар тұратын жерлер былайынан upper кампуста орналасқан. Университет жасыл, мына жақта как көрсетіп тұрған сияқты өте көп, ағаштар өте көп, су, жаңағыдай сулар, то есть көлшіктер, фонтандар, білмеймін, қалай айтуға болады, бүкіл зат бар университеттің ішінде, өте көп. И осылай. Оны былайынан колледждарға келіп айтып, дәжелеп қайттан андай айтатын боламыз. Под пункттарға бөліп айтатын боламыз. Бірінші колледждар. Бізде университетте school system және коллегиатный система бар. То есть біз екі системамен қолданамыз. School system деген бүкіліңіз білесіздер шығар. Қазір біз айтып кеттік. SSE, MED, Muse, SDS деп, то есть мектептерді айтып кеттік. Мектеп деген ол как профессия бір определенный сфераға бөлінген, именно академический бір система бар. Оны бүкіліміз таныспыз, оны бүкіліміз білеміз. Коллегиатный система деген не? Ол туралы өміріңізде бірінші рет естіп тұруыңыз мүмкін. Коллегиатный система деген бұл колледждармен бізде обычный университетте дормиторий болатын болса, коллегиатный системамен университетте, то есть біздің университетте дормиторий емес, ол колледж болып аталынады. Не үшін колледж? Не үшін жай дормиторий емес? Потому что әр колледж бір бөлек бір комьюнити болып саналады. То есть әр колледждің өзінің несі болады, активитилер болады, әр колледждің өзінің фасилитесі болады. То есть әр колледждің өзінің мысалы бильярдный румасы, кино рум болады, өзінің мысалы ресторандары болады, өзінің кафешкалері болады. То есть әр колледж это как бы отдельный бір общество саналады, отдельный бір общество, отдельный society болып саналады. Сізде бір жағынан school мен society болатын болса, өзінің schoolыңыздағы балдармен, өзіңіздің мейджорыңыздағы адамдармен таныс болатын болсаңыз, бірге жүріп, бірге әрекеттеніп, мысалы бірге оқитын болсаңыз, колледжде сізде отдельный society болады. Колледжбен де мысалы активити ұйымдастырып, активитиге қатысып, колледждің өзінде мысалы біраз зат істеуге болады. Солай. Мысалы айтатын болсақ, Harmonia өзінің Харома андай кафетериясы бар. Харома кафетериясында western food пен мысалы карри беріліп, халяльный food. Минервада мысалы өзінің супермаркеті бар, Тимол деген басқа заттары бар. Duan Family колледжда өзінің прикольчиктары бар, там отдельно бір бизнес, то есть facilities деп атаймыз ғой, facilities бар. Потом Link колледж өзінің ерекшеліктері бар, Diligence колледждің өзінің Макдональдс бар, мысалы Макдональдс пен басқа бір тоже кафетериясы бар. То есть әр колледжда бір кафетериясынан болады, және әр колледжда өзінің бильярдный румасы, стиральный румасы, йога румасы, то есть мына жақта көрсетілген, пиано рум мысалы өзінің бүкілі, өзінің кухнясы, әр этажда кухня болады бізде. Осылай бөлінеді.
ол туралы да мен қысқаша айтып кеттім қазір. Көбірек білгілеріңіз келсе, онда там сайтына кіріп тексерсеңіздер болады. Мына жерде университеттен бір вид, бір сурет, және library, то есть бізде университетте қазіргі уақытта 3 үлкен library бар. Мына 3 үлкен libraryдің біреуі. Бір library ол старый library деп атаймыз. Ол ескі library, как lower кампус орналасқан. Және university library'дің жаңағыдай қазіргі lower кампуста екінші library, то есть библиотека. Ол библиотека қарайтын болсақ, мына жерде өте әдемі библиотека. Как бы қалай Гарри Поттер vibes береді, короче. Ішіне кіретін болсаңыздар. 5 этажный, өте условиясы өте мықты. Нуда болған болсаңыздар, айтайын, нудың лайбасы артта қалып кетеді. Прям намного артта қалып кетеді. Потому что өте әдемі видтар бар, өте әдемі отыратын орындықтар, өзінің отдельный функциональный румалары, конференц румалары өте прям мықты жасалынған. На достойном уровне жасалынған. Главный кампустан асып кетеді деп ойлаймын мен условия бойынша именно Чучхи Шэньчжэнь, то есть Гангутау кампус пен Шэньчжэнь кампус салыстыратын болсақ, Шэньчжэнь кампус спорт холл бар. Спорт холлда бізде бассейн бар, джим бар, martial arts room, мысалы taekwondo room. То есть бүкіл секцияға арналған өзінің румдары бар, өзінің жаңағыдай. Бізде мысалында неше джим бар университетте. Университетте қазіргі таңда бізде lower кампуста 2 джим бар, upper кампуста 1 джим бар. Және middle кампуста 1 джим бар. То есть бізде в общем 4 джим бар. То есть тренажерка, качалка баратын болсаңыздар, качалка өзім тілмен качалка деп айтатын болсақ, джимға баратын болсаңыздар, условия жасалынған, мойындамасаңыздар болады. Және джим бізде тегін. Ол салыстыратын болсақ, сіздерге мен прям деңгейін түсіндіру үшін нолмен салыстырып отырмын, потому что өзім 1 жыл нуда оқыдым. То есть менде 2024 бітіріп, мен 2024-2025 Назарбаев университетінде биосайенс бағдарламасын оқып, 2025 қазір Сюичкиға түстім. То есть переподавать етіп Сюичкиға түстім, Сюички Шэньчжэньға. Нуда мысалында 1 джим ғана бар. И болды. И джим платный қазіргі уақытта. Бізде өзімізде театр, кино, то есть синемасы бар, бізде өзіміздің галерея бар университеттің ішінде. Университет өте ауқымды, өте көп заттар бар, университет өте көп facilities бар. Және колледждағы мысалында функциональный румалар осындай, recreational room, sports room, теннис ойнайтын, leisure and recreation room, бильярд, фильм, PS ойнайтын мысалында, настольный игры бар әртүрлі. Seminar room, leisure room, band room, dance room, music room, arts and music, sports room, то есть әр андайда колледжда өзінің осындай бөлмелері болады. Спортпен айналысам десеңіздер, мына более обширный список бар мына жерде. Қандай facilities бар бізде. Теннис филдтың, то есть большой теннистің ойнайтын поляларының 3-еуі бар, баскетбол ойнайтын поляларының 3-еуі бар, волейбол ойнайтын поляның, то есть индор волейбол ойнайтын поляның, то есть аутдор ойнайтын волейбольный 1 поля бар, индор тағы бір волейбольный поля бар. Джим, теннис филд тоже middle кампуста, футбольный поля бар. Және бізде университетте картаға қарайтын болсақ, жоғарыға шығып, 11-ге 11 ойнайтын поля бар футболда. То есть 11-ге 11 ойнайтын поля бар, большой футбол. Натуральный газонмен. Футбол қызығатындар үшін өте қызықты информация деп ойлаймын. Және upper кампуста да футбольный жаңағыдай уже өзіміздің 6-6, 5-5 ойнайтын футбольный тоже полялар бар. Өзіміз қазақтар болып, мысалында 2 апта сайын, 1 апта сайын футболға жиналып тұрамыз, футбол ойнау үшін. Өте қызық. Lower кампуста осындай тоже sports hall, large football field, large. Да? Lower кампуста martial arts, йога, осындай румдар бар. Және 2 баскетбольный филд бар. Итак, student life. Мен университетке, мысалы, университетке түсемін Шэньчжэньге.
негізі Қытайда істейтін не зат бар, Шэньчжэньде істейтін не зат бар, университеттің алдында істейтін не зат бар деп сұрақ қоятын болсаңыздар, университеттен өте жақын жерлерде, то есть мына уақыттар пешком жүрумен саналған, айтылған. Микси деген өте үлкен торговый центр бар. Ол Мега Силквейға барғандар бар ма, мысалы араларыңызда? Мега Силквеймен размері бірдей болу керек. Хотя Лонган деген ол центр район емес, то есть университеттің жанында. Микси бар, Миксінің ішінде бүкіл қандай бренд керек, New Balance, Adidas, Nike, қандай брендтер бар, мысалында бүкіл брендтер сол Миксінің ішінде болады. Өте көп ресторандар, кафешкалар бар, даже мына өздері мысалында қазақтар болып, мысалында караокеге барып тұрамыз. Караоке бар, Hotmax деген бізде еще как стор бар. Hotmax деген қандай стор десеңіздер, не үшін именно осын жазып қойды десеңіздер, потому что Hotmax өте көп, біз Hotmax өте көп барамыз. Потому что Hotmax'та өте арзан шетелден келген снектар бар. То есть снек бүкіл жейді. Снекті бүкіл мысалында. Тәттілерді бүкіл жейді. Там снектар бүкіліне керек. Және Hotmax снек алу үшін, как закуп жасаймыз біз, аптасына бір рет барып, Hotmax'қа барып, мысалы снектар аламыз. Және Коко Парк деген тоже бір андай бар. Торговый центр бар, ТЦ. Оның ішінде де өте көп торговый брендтер бар, брендтердің магазиндері бар. Оның ішінде кинотеатр бар, оның ішінде үлкен американский стилде жасалынған Sam's Club бар. То есть киноларды көрген болсаңыз, немесе ютубта көрген болсаңыз, интернетте американецтер мысалы барып, өте үлкен көп мөлшерде заттарды бір алып қайтады. Оны мысалында аттар қандай ата есіме шығып тұр. Но сондай бір үлкен супермаркет емес, даже мегамаркет дейді ма, не дейді олар, гипермаркет дейді. Сондай маркеттер, мысалында Sam's Club деген сондай бір маркет бар бізде. Ол тоже Sam's Club деген шетелдік бренд, шетелдік компания, сол үшін Sam's Club'тың ішінде өте көп шетелдік продукттер бар. Міне солардың суреттері, және бізде университеттің алдында осындай универсиада деген стадион бар. Ол стадионда футбол ғана болмай, өте көп концерттер болады. Концерттер қандай концерт? Жақында Blackpink'тің концерті болды, Imagine Dragons'тың концерті болды алдыңғы жылы. Және жыл сайын өте бір үлкен звездалардың, өте үлкен бір селебритидің концерттері болып тұрады. Мынау Миксиның сәл шетінен қараған виді, бір бөлігінің виді. Мына Коко Парк. Коко Парк өте үлкен. Итак, соңғысы болып, бізде career opportunities, то есть университетті бітіріп, біз қай жаққа түсе аламыз, біз қандай жұмыс істей аламыз деген сұрақтарыңыз болатын болса. Так, во-первых, университет бітіреміз. Университет бітіргенде, мысалында, мына жерде қандай компанияларда жұмыс істеп жатқан, то есть graduates қандай компанияларда жұмыс істеп жатыр, солардың списогі Alibaba, HSBC, CR, 3Max, Huawei, Deloitte, L'Oreal, P&G, то есть бұл компанияларды білетін болсаңыздар, әлемдегі топ 100 компаниялардың негізінде. Соларда, сол компанияларда біздің кімдер жұмыс істеп жатыр, кімдер жұмыс істеп жатыр. Average annual salary, то есть бірінші жыл түскен, то есть бірінші жылда түскен айлық, ол 170 000 юань. Айлық деп болады, то есть жылдық, атайық, жылдық. Және жоғарыда айтылғандай біздің түлектердің 95% университет бітіргеннен кейін жұмысқа алынады, жұмыс істеп жатыр. 95% өте жоғары дәреже. Және бізде университетте сіздерге жұмысқа түсу үшін көмектесетін өзінің центрлары бар. Және услугалар жасап қойған, типа не істейді, қалай көмектеседі. One-on-one consultations, career assessment, resume interview, career planning workshops, career fairs and company information sessions, student mentor program. То есть бізде мысалында апта сайын email келіп тұрады. Осындай мысалында бір түлек осы компанияда жұмыс істейтін не істейді, біздің университетқа келіп сессия өткізіп кетеді деп айтады. Және оған тіркелеміз біз мысалында. Өзімізге қызық болатын болса, мысалында біз SDS болатын болсақ, бір программист келетін болса, соның сессионына тіркеледі SDS,
немесе мен мед болатын болсам, бір медиктер келетін болса, мен соларға тіркелемін. Өзімізге қысқы мысалында адамдардың сессиондарына тіркелеміз. Және айтатындай career opportunities бізге, мен жаңа айтып кеттім, 2 жылдық Гонконгтағы виза беріледі. Не үшін именно оны былайынан бөліп қойған? Не үшін именно осыны айтқысы келіп тұр университет? Так, бұның ерекшеліктері бар. Қандай ерекшеліктер? Обычно Қытайда университет бітіретін болсақ, сіз Гонконгқа барып жұмыс істей алмайсыз напрямую. Не үшін? По политическим причинам Китай и Гонконг в определенной степени, бөлінген. То есть арасында граница бар, арасында там политикасында өте көп разница бар. Сол үшін китайский университет бітіргеннен кейін сізге не берілмейді? Гонконгский виза берілмейді. Ал біздің университетте, біздің университет бітіргеннен кейін сізде 2 жылдық work виза, то есть рабочий визаны Гонконгта алу 100% ала аласыз. Не үшін ол керек? Итак, Гонконгский университет, гонконгский компанияларда, то есть Гонконгтың жарлығымен бір не шығарылған, бір rule дейміз ғой, бір ереже, то есть бір закон шығарылған. Что бір компанияда мысалында жылына international worker'ды, international адамдарды, employee'ді алуға несі бар? Лимиті бар. То есть сіз гонконгский компанияға тапсыратын болсаңыз, оларда лимит тұрады. Қандай? Мысалында жылына 10 international employee алуға лимит тұрады. Сол үшін сіз мысалы 100 international employee тапсыратын болса, сіз там бір орынға 10 адам таласатын боласыздар. Конкуренция өте жоғары болады. Және сізде work visa бірінші алып алуыңыз керек. Work visa ала аласыз ба? Оның өте проблемалар, басқа проблемалар көп мысалында. То есть конкуренция өте жоғары. Конкуренция жоғары болғаннан кейін Гонконгта жұмыс істеу өте қиын болып табылады. Не үшін Гонконгта жұмыс істеу туралы айтып жатырмын? Соны бір қысқаша айтып кетейін. Гонконг экономикасы даму бойынша өте жоғары деңгейде орналасқан. Өзіп көретін болсаңыздар, Гонконгта прям бүкіл фирмалардың, бүкіл компаниялардың конгломерация дейді, солардың офистар Гонконгта бар. Тоже Гонконгта айлық көбірек төленіледі, намного прям salary. Гонконгта мысалында Шэньчжэньнен 3 есе немесе 2-5 есе көбірек болады. То есть сіз мынаға келіп, теңгемен айтатын болсақ. Мысалында Шэньчжэньға жұмысқа тұрасыз, 500 мың теңгеге мысалы жұмысқа тұрасыз дейік. Например, Гонконгқа барып, дәл сол жұмыс, дәл сол позиция, дәл сол условиялармен сіз 1,5 миллионға тұрасыз. То есть Гонконг пен Шэньчжэньнің разницасы осындай. Және бізде университет бітіргеннен соң 2 жылдық рабочий виза Гонконгқа беріледі. Как, то есть точно так же, как Гонконгский университет, сіз Гонконгтың университеттерін бітіретін болсаңыз да, өзіңіз, то есть Гонконгтың өзінде орналасқан университет бітіретін болсаңыз да, сізге 2 жыл work visa беріледі. И біздің университетте 2 жыл work visa беріледі. То есть разница деген жоқ, практически жоқ Гонконгтың университеттерімен разница бізде. Одан басқа плюстар қандай? Сіз Гонконгта оқымайсыз, Гонконгский виза аласыз. Сіз Гонконгта оқитын болсаңыз, Гонконгта айлық көбірек, соответственно, өмір сүруге ақша көбірек кетеді. А Шэньчжэнь ол относительно қандай қала? Чип қала относительно. То есть Гонконгпен салыстырғанда ол намного нерек, мысалы тамағыңызға азырақ ақша кетеді, мысалында арендаңызға азырақ ақша кетеді, және басқа заттарға развлечение азырақ, то есть кемдеу ақша кетеді. Разница сондай. То есть сіз Шэньчжэньнің плюсын аласыз, және Гонконгтың да плюсын аласыз. Двойне в плюсе. Вот солай. Одан кейін солмен біздің сессия негізінде тамамына жетті. Сұрақтарыңыз болса? Анау комментке сұрақтар жазып жатқан еді, соларға жауап беріп жібере аласыз ба? Все сұрақтарыңыз болса, жауап беріп жүрейін. Қандай сұрақтар? Итак, контакт есть. Менің контакттарым соңында жазылған. Қайтадан жазып жібере салам. Бұл не? Бұл Telegram. То есть Telegram контактын осындай. Итак,
I applied to the university 4 days ago. Well, will I get my results? Since you applied to the regular application, regular round, you'll need to wait until, I don't know, maybe wait at least 1 to 2 months, and after that period, you may get your results. But results of the regular round are not kind of settled in one kind of exact date, so you need to just wait. Университет грант ұсынған кезде conditional ұсына ма или сразу грант жібере ма? Ол неге байланысты? Сіздің мысалында gap year алып жатқан болсаңыз, сізге condition жібермейді. Сіз егер не жіберіп қойды, бүкіл уже результатты жіберіп қоятын болсаңыз, condition қашан жіберіледі? Егер мысалында сізде сіз SAT-ның мысалында официально через колледж жүрмеген болсаңыз, сізге condition жіберіледі. Осындай SAT-ны осындай ал деп. Егер мектеп оқушы болатын болсаңыз, сізге аттестаттың condition жібереді, то есть аттестат GPA осындаймен аттестат тапсыру деген condition болады. IELTS пен мысалы IELTS жүретін болсаңыз, IELTS неофициально жүретін болсаңыз, сізге IELTS пен condition болады. Презентация жібере аласыз ба? Жарайды, мен презентацияны қалай жүремін, ойластыратын боламыз. Презентацияны бізге жібере салыңыз. Все. Қытайшада айтады ғой, универден выпуска еткенде қытайша экзамен тапсырып Удин B2 болғанда ғана диплом береді деп, сол рас па? Біздің университет ол Қытайдың университеті емес, Гонконгтың университеті. Сол үшін бізде ондай условия жоқ, бізде ондай біз қытайша үйренбейді, қытайша нөл болса да, ағылшынша curriculum болған соң, ағылшыншамен өтіп кетсек болады, университетті бітірсек болады, дипломды бере береді бізге. Итак, зарплата жылдық annual, то есть 80 000 юань, это бірінші, то есть енді бітіргендердің зарплатасы. Academic performance scholarship ұтып алу үшін тек international students арасында жарысамыз, или китайстармен де ма? Сұрақ сондай, китайстармен де жарысамыз. То есть international китайс деп біздің университетте бөлмейді. Политика университеті сондай, что international студенттер мен китай студенттерді бір деңгейде қарастырады. Ол деген не сөз? Торында екі international студент тұрады, екі китай студент тұрады. Мысалында. GPA-ге жарыс болатқан кезде екі international студент тұрады, то есть international мен китай студенттер бірге жарысады. Дает ли именно в Китае высокий SAT-скор перед конкурентами шанс на full scholarship? Айтқандай, SAT скор на самом, то есть на сами китайские университеты никакого влияния не имеет, я думаю, насколько я знаю. Но в нашем университете SAT скор является одним из requirementов, чтобы поступить в наш университет. То есть у вас должен быть SAT, или должен быть IB, или должны быть AP, чтобы поступить в наш университет, чтобы быть конкурентом, выиграть scholarship. Если говорить про scholarship туралы айтатын болсақ, минимальный full tuition алу үшін минимальный scholarship рейнджі ол 1450 плюстан 1550-ге дейін барады. То есть 1450 плюс рейнджі. Примерно содан жоғары алатын болсаңыз, сізде шанс бар full tuition scholarship жеңіп алуға. Full ride scholarship жеңіп алу үшін біздің университет қандай политикасын ұстанады, что қараңыз, как американский система бар ғой, университетті как whole person, то есть как сіздің бүкіл нелеріңізді, активитилеріңізді қарастыратын болады, сіздің бүкіл сфера жағынан қарастыратын болады. То есть сіздің олимпиадаларыңызды, экстракуррикулар, олимпиадалар, спортстар, то есть спортта қандай жетістіктер, одан кейін GPA және басқа заттарды қарастыратын болады. Және сонымен сізді как бы full ride немесе full tuitionға лайықты ма, лайықты емес па, солай көретін болады. Итак, қалай айтсақ болады, сізде мысалында 1400 SAT болатын болса, но именно international жағынан прям
нәтижелер жоғары болатын болса, болуға. Мотивационное письмо не жаздыңыз, айта аласыз ба? Мотивационное письмо. Итак, негізінде базовый сіздерге айтайын, бір совет бере салайын мотивационное письмо туралы. Итак, бүкіл қолданатын инструкция, то есть бүкіл қолданатын шаблон, ол колледж эссей гайдың шаблоны. Оны прям бүкіл оқып шығу керек. То есть более-менее білетін адамдар колледж эссей гайды бітіреді. Ол минимум саналады. Колледж эссей гайды бітіргеннен кейін сізде не болады? Сіз, короче, сол кезде колледж эссей гайдың бір определенный моментінде сіз эссе жазуды бастайсыз. Эсселердің өзінің түрі бар. Колледж эссей гай өзінің A, B, C, D деп бөледі. То есть сізде проблема бар, қысқаша айтып кетейін, сізде проблема бар. Сол проблема арқылы сіз кім болатыныңызды шештіңіз, білдіңіз. То есть сіз кім болатыныңызды білесіз, то есть профессияны білесіз, мейджор, және проблема бар. Ол тип A, тип B. Сізде проблема жоқ, сізде кім білетіңіз, кім болатыныңызды білмейсіз, то есть профессия әлі таңдамаңыз нақты. Тип B, тип C, ол же аралас. Сізде проблема бар, но сіз кім болатыныңызды білмейсіз, және тип D, сізде проблема жоқ, бірақ кім болатынын білесіз. То есть сондай типтер бар. Және әр типке өзінің жазатын эссейдің түрлері бар. Колледж эссей гайд кітабында. Бірінші беретін советім ол колледж эссей гайды бітіру. Одан кейін YouTube каналдар бар. Мысалында YouTube каналдың қазір тауып берем, мен жіберем. Соңында мысалында ол YouTube каналдарда не разворачивать, то есть уже опытный experienced mentors сіздің эсселеріңізді разбор жасайды. Благодаря чему вы думаете получили грант? Итак, стат, одан кейін активити мне мықты болды, international мысалында MMA болды менде, одан кейін менде еще олимпиада, national дарын олимпиада болды менде. Және одан басқа менде не болды? Жаңағыдай black belt және активитисте жақсы болды. Негізінен сізде прям базовый минимум болатын болса, волонтеринг, клуб, founder, co-founder, SIT, там 1400+, одан кейін IELTS 7+, одан кейін не деп айтсақ болады? Олимпиада, респа там бронз, серебро болатын болса, сізде жақсы эссе болатын болса, фуллрайт алу шанс бар. Жоқ емес, фуллрайт алу шансы өте көп. Сказал, что обучение новое, тратитесь на книги, на это степени вам хватает. На самом деле, мы никакие книги не покупаем. Нам книги даются бесплатно в библиотеке. Обучение бесплатное, да. Деньги уходят только на то, чтобы в начале года мы платим за дормитри, то есть за общагу, примерно 3000 юаней, то есть 150 тысяч тенге. То есть на год заранее платим за общагу. После этого все, у нас деньги уходят чисто на еду, то есть на обед, на ужин, чтобы погулять, там в кинотеатр или там куда-то в город, пляж, на пляж, и все. Стипендии, то есть я поступил на full tuition, то есть у меня стипендий нет. Но если у вас full ride, вам дается сколько стипендий? 25 тысяч юаней. То есть это где-то 2,5 миллиона тенге. В месяц можно тратить от 100 до 150 тысяч тенге. То есть уходит где-то 1500 юаней. 1500 юаней уходит. И 1500 юаней на 10 месяцев, которые вы учитесь, 15 тысяч юаней. И остается еще 10 тысяч юаней, кроме еды. То есть на билеты, еще там погулять, куда-то какие-то другие страны, например, посетить другие страны. Я, например, в китайский Новый год улетаю в Малайзию, после этого в Индонезию. То есть
У нас билеты достаточно вот дешевые, поэтому можно с легкостью купить, как бы, да, билеты на 50-60 тысяч тенге, наверное, уходит, да. То есть, чтобы погулять, чтобы там travel какой-то сделать в определенной степени, чтобы там на пляже идти, посещать пляжи, посещать там ТРЦ, денег там особо много не нужно. То есть как в Алмате, я бы сказал, как в Алмате или как в Астане. Не слишком много. Full ride-ты сатпен алуға бола ма? И admissions activity-ге қатты қарай ма? Яғни средний портфолиомен түсіп, и высокий сатпен full ride алуға бола ма? Скорее всего, нет. То есть осы жылға кесір қарайтын болсақ, у нас есть студенты, которые с 1550 SAT, там у них был half tuition, то есть даже не full tuition. SAT 1550, и у них half tuition. То есть SAT все не решает. Это не как в НУ или не как в других университетах. У нас SAT как бы это 33% от вашего... Вот поделим, вот, если в Америку вы поступаете, есть такой вот как бы неофициальная дележка, то есть сколько процентов на что влияет на поступление. Итак, 30% это ваши activities, 30% это ваши достижения академические, и остальные 30% это статы, то есть SAT, IELTS, или AP, или IB. И 10% это удача. И все, как бы. Фуллрайтты сатпен алуға болмайды. Мой как бы ответ такой. То есть вы должны постараться и на эссе, и на интервью. То есть у нас бывает, у нас есть обязательно интервью, которое вы должны пройти. И вот, если в Гонконге 2 года есть общежитие, выдается ли в этом унике 2 года общаги? 4 года общаги. Да, то есть, если вы вот поступаете в наш университет на Fulbright, вы будете получать одну и ту же там сумму и в Гонконге, и в Шэньчжэне, то есть вам тоже будет даваться общага. То есть каждый семестр вам будет даваться общага. Поэтому вот у меня first атом 1900, да, как я сказал, можно там, SAT может там 1400 плюс, 1450 плюс, то есть 1450-ден көп болатын болса, және басқа жерлерден мықты болатын болса, интервью мысалы мықты болатын болса, Fulbright алу шанс бар. Сколько человек в год получает эксченджи, и часто ли их получают international студенты или же чисто китайцы? Эксчендж это как бы сізде бар стипендиямен, логика эксченджев такая. Ты поступил, например, в full tuition, тебе будет даваться full tuition и в этом exchange университете, то есть в университете, куда ты ехал делать exchange. То есть ты не будешь получать стипендию, но что? Обучение будет бесплатное. И точно так же, вот, например, если у тебя Fulbright, ты с Fulbright'ом тоже полетишь в exchange университет. То есть ты Fulbright будешь получать в этом университете. В основном, кроме там Erasmus'а или других scholarship'ов, которые международные, которые известные, крупные, да, exchange то есть индивидуальные exchange между этими, то есть коллаборации между университетами работают по такой логике. То есть все коллаборации, будь это в Америке, будь это в Италии или в других городах, или в других странах, exchange, то есть коллаборация работает таким образом, что ты будешь сохранять стипендию в exchange university. Вот. У нас точно так же. Какие мероприятия проходят в университете и как часто? Activity проходят очень часто. Мероприятия, например, мне нравится, что у нас бесплатно очень много вещей отдают. Например, стаканчики, худи, футболки, там bottles какие-то. То есть очень много вещей нам отдают. То есть у нас есть, например, student центр. И есть коридор, который ведет в student центр. И across этого коридора, то есть у нас что?
у нас какие-то мероприятия в основном там проходят. Какие мероприятия? Например, как School of Medicine устраивает какое-то мероприятие, мы туда ходим, играем в какие-то игры, между парами, например, в обед, когда мы туда в студентный центр ходим, поесть, например. Мы там играем какие-то игры и выигрываем какие-то там мерч, там какие-то штуки. Как я сказал, футболки, бутылки и так далее. Сами там крупные ивенты проходят, например, что я подразумеваю под крупными, когда очень много там студентов туда, participation очень большой. Это Color Run, например, когда весь университет бегал, брызгался водой во время лета, короче. И как, например, как в Индии мы краски бросали эти. Нам давали такие шарики, мы бросали краски, короче, друг к другу, и потом смывали это водой. И там были еще какие-то активити, там инсталляции какие-то были, чтобы мы боролись там, короче, и что-то там делали. И нам специально во имя этого активити нам давали футболки Color Run, чтобы мы надевали эти футболки во время там бега. И High Table Dinner, нас, например, звали какой-то там пятизвездочный какой-то там отель, пятизвездочный отель, и там мы просто ужинали и слушали спичи каких-то там профессоров, и мы туда там принаряжались, одевали там галстуки, костюмы, белые рубашки и так далее. То есть у нас активити очень много активити, International Day, другие дни, то есть я такое вообще не видел. Тоже как сравнительно, короче, вообще так, в год у нас Астана какой-то бал проходит, там танцует и все. Ничего бесплатно не дает вообще. Сейчас, очень такой жадный. И другие университеты тоже очень жадные, прям, я не знаю, только в начале года какие-то там футболки дают на welcome party, да, а потом ничего не дают. А у нас постоянно что-то получаем. Например, у меня целый шкаф забит этими подарками, чтобы я кому-то подарил это в Казахстане. Понятно? Я там просто собираю и все. Интервью қаншалықты қиын болады және қаншалықты решать етеді. Интервью әртүрлі қиындықта. Они примерно уже по CV понимают, какого студента они будут брать, и поэтому интервью могут чисто для формальности сделать. Или же они примерно сомневаются, давайте вам full ride или full tuition, давайте вам full tuition или half tuition, и потом вам задают очень сложные вопросы. То есть интервью зависит, қиындығы әртүрлі, қаншалықты решать етеді, интервью өте қатты решать етеді. Мысалы, если вы на интервью не пришли, вам reject дается. То есть вы не поступаете на университет чисто из-за того, что скипнули интервью. Первый шаг, то есть они думают, что если вы скипнули интервью, то вы irresponsible, и нам такие студенты не нужны, короче. Поэтому вам дают reject. И без никаких вы это дать как бы оправданий не можете, короче, решить этот вопрос с никакими оправданиями. Все. Интервью очень хотят решить, потому что у нас был аппликант, то есть у нас сейчас есть казах, который в интервью просидел там 3 часа. В норме интервью это 15 минут. Но у него не было SAT, чисто IELTS и какие-то там activity, и в интервью он просидел 3 часа. То есть он прям очень понравился кому? Профессорам, которые берут интервью, он очень понравился в школе. Поэтому его там взяли на full ride, то есть без SAT, только с IELTS, его взяли на full ride. То есть есть такие кейсы. Я слышал, что гонконгские предлагают стипендию за exchange. Это правда? Я не знаю, честно сказать. Как я сказал там ранее, есть такие крупные программы, как Erasmus или другие, они за это стипендию дают, то есть за exchange. Но про гонконгские именно я не знаю. То есть есть ли у них какие-то программы или нет. Может дают, может нет. Но вот вопрос вам, будет ли у вас время поступить поехать на exchange, да? Настолько ли вы сильный, короче? Настолько ли вы уверены в себе, что
что вы такие вот гении можете там на exchange поехать. Я не знаю. Я, например, в себе не уверен, что я найду время, чтобы какой-то другой университет exchange поехать. И что я найду там, что я получу такой GPA, потому что наш университет прям учеба на высочайшем уровне, и поэтому тоже экзамены сложные, как бы логично, да? То есть учеба, там, education quality высокий, учеба сложная. Это как бы логично, поэтому вы должны там быть каким-то гением, чтобы в exchange идти. Какой главный минус для вас, о котором вы не знали при поступлении? Общага, торм какой-то там, там можно решает удача. Есть новые дормы, новые колледжи, например, Линк колледж, Минерва колледж, там прям дормитри, комнаты очень большие, кровати большие, там, чем новые, короче, новые дормитри, у них условий тоже больше. Но есть такие старые дормитри, как Diligentsia, как News, и поэтому вот такой вот минус есть именно дорм. Но у меня и были плюсы, например, какие плюсы, что, например, в дормах, по идее, фасилити очень много. Что дорм это как отдельный, короче, как отдельное общество, да, отдельное сообщество, что в Upper кампусе вокруг дормов есть все, что вам нужно. Вы можете даже из университета вообще не выходить, да. То есть все условия сделаны для студентов. И что можешь еще сказать? То есть плюсов было много, дорм один из минусов, там очень мало минусов. Я не знаю про минус, что можно сказать. Что, да, минус именно у меня, у Clinical Medicine, я скажу, что вы не можете выбирать, короче, курсы. Поэтому я должен именно по расписанию кого университета идти. У меня вот единственный минус этот, по Clinical Medicine, да. Но, по идее, у нас у всех медицинских так или не так, я не знаю точно. Но вот я должен каждый день в 8:30, короче, на уроки идти, на лекции идти. После этого там до обеда или до вечера по лекциям ходить. Вы думаете, что 8:30 это нормально, да, 8:30 на лекции идти? Но когда вы поступите в университет, вы поймете, что 8:30 это сложно, сложно. Лучше первый год лекции на 8:30 вообще не брать. Лучше нам 10:30 лекции брать, потому что 8:30 вы, скорее всего, скипать будете. И будете participation терять. Сючки сказали, что да, 60% на exchange ездили. В exchange там у вас зависит от чего? Exchange зависит от GPA вашего и от денег, то есть от scholarship. У вас scholarship, если full tuition, вы будете сами закрывать свое пропитание, свой дорм, свою аренду, да? Если у вас денег хватит на это, то можете смело идти в exchange. Какие уники вы еще подавались, сколько scholarship они предложили вам? Я вот подавался в Newat, я там, короче, получил reject. Newat и, Newat, и все, короче, и этот университет свечки жизни. Я вообще не подавался во многие университеты. Были времена, когда в колледж-боде что-то там делал, я не знаю. Вот, GPA очень важен. Важно держать GPA выше 3. То есть CGPA должен быть выше 3. Это важно и все. Но если хотите получить там Academic Performance Scholarship, вы должны там идеальный GPA иметь. 3,9, 3,8, там, 3,95 и так далее. Можете поделиться своим эссе, какие вопросы у вас были на интервью и как вы ответили на них. Поделиться своим эссе. К сожалению, скорее всего, я эссе уже не найду. Я просто ноутбук поменял. У меня, скорее всего, эссе осталось на прежнем ноутбуке. Поэтому вот вопросы у меня. Скорее всего, admission уже решили, куда меня там
распределять, какой scholarship, поэтому мне задавали там легкие вопросы. Вопросы в основном такие. Почему ты выбрал Китай? Почему CHK Шэньчжэнь? Сумеешь ли ты там выучить китайский? Это специально вопрос для clinical medicine, потому что clinical medicine программ требует что? Чтобы мы к третьему году уже знали китайский, разговоры китайские. И как вы ответили на них? Еще был вопрос касательно бактерий. Меня спросили, разница между вирусами и бактериями, да? Я ответил. То есть, и потом меня спросили именно по эссе. То есть, что такое, например, я про болезнь написал эссе, что я вот эту болезнь вот изучал. И они вот спросили, что вот, чтобы, например, наверное, подтвердить, как эту болезнь вылечить, что-то, какая это болезнь и так далее. То есть вопросы немного по эссе. Ньюат это Нью-Йорк университет Абу-Даби. То есть это как CHK, только не в Шэньчжэне, а в Абу-Даби, да? NYU тоже такой топовый университет, топ-100 университет. То есть, и CHK тоже такой университет. То есть, по идее, я попал в университет, в который надеялся, да, как кампус какого-то топ-100 университета. Дают ли приоритеты китайцам в унике на разные программы? Вообще нет. То есть, как я и сказал, политика университета такова, что китайцы и интернешнлы, у них права равные прям. Поэтому они живут в университете, например, 2 китайца, 2 интернешнла. У нас GPA одинаковые, мы по Curve программе будем получить GPA. То есть, как Curve программа это, например, высочайший балл у китайца это 3,8. Или у кого-то, короче, высочайший балл, то есть это из 100, например, 90. И 90 будет 4 GPA, то есть 4,0. То есть самый низкий балл это, например, 40. И 40 это будет типа 2.0 GPA. И так у нас, например, распределяют. Если средний, в основном средний average оценки получают B, выше average B+, A-, ниже average B-, C+, и так далее. Если average у вас 80%, и у вас 85%, вы скорее всего получите B+, если ниже 80%, то B-. То есть работает так. Вы на фаунд учились или на Direct в НУ? Я учился в Direct в НУ на Biological Science Program. Насколько легко получить интернет-студентам доступ к каким-то программам? Типа надо убиваться прям для GPA или выше среднего норм. В основном там бывают такие requirements, например, GPA должен быть выше 3.3. Если у вас выше этого GPA, и еще вы будете, requirement, например, есть что? Ваша активность в университете, если вы в каких-либо клубах, вы должны там написать эссе какое-то и так далее. То есть по всем этим параметрам будут выбирать кого? Студентов, кому там в exchange идти, например. То есть выше, например, 3 и 5 будет требоваться. Убиваться ради 3 и 5 это зависит от студента. Если вы объясните какой-то, который и так по там, 12 часов в день учится, для вас это будет норм, да? Нагрузка будет норм. Если вы там какой-то халявщик, как, например, лицейский, да, который все к последнему делает, то вы там можете там последние дни вообще не спать. Вы должны, то есть, если все грамотно распределить по например, ваш таймтейбл, будет там в день какой-то урок по 2 часа, по часу учить, то ничего сложного не будет. Теперь можно будет получить. Но вы можете просто там, у вас может быть плохая продуктивность, плохой таймтейбл, вы можете там больше гулять, чем учиться, вы можете там больше прокрастинировать, чем учиться, и у вас в итоге GPA будет низкий. Поэтому
Это зависит от студента и от таймтейбла. Все. Убиваться, я, например, не убивался, там, я чисто прям хардкорно учился последний месяц. У меня сейчас GPA это где-то 3,7 в университете. 3,7 это нормально, короче. Ну, есть студенты, которые гуляли, например, полгода, и у них GPA меньше 3. Поэтому зависит от студента, зависит от таймтейбла, от продуктивности и так далее. Кому-то надо убиваться, кому-то не надо. Болды онда Билалға рахмет. Да, тайм-менеджмент. Все. Скрим бар шығарда? Үлкен рахмет. Я рекординг бар. Оны бөлісеміз ба, кейін шешеміз. Все, окей. Онда мои контакты негізінде жаздың. Я ща бір сайт көрсетіп жүрейін, мақұл ма? Давайте, смело. Кім Сардарбек, онда нет, скриншерингті өшірсінші. Итак, Switchkey шынжайын туралы білгілеріңіз келсе, Switchkey сызы деп жазамыз, мысалы Safariға. Жазғаннан кейін сайтқа кіреміз да. Сайттың ішінде негізі бүкіл зат бар. Мына жерде Academics, анау. Университет туралы, прям университеттің условия туралы білгілеріңіз келсе, жазамыз Campus Life. Өзім өте қатты ұнады. Virtual Campus Tour. Бізде Virtual Campus Tour'ды немен түсірген? Мысалында, по идее, дроммен немесе виртуальдікпен түсірген, потому что қараңыздар, кірді, и вот университет, то есть вот университеттің входы мына жерде, университеттің входы, университет туралы былайынан қызық болса, университеттің зданиялары қандай, университеттің условиялары қандай, бір осылай бір жүріп көріп шықсаңыздар болады. Міне осы мынау негізінде Lower Campus. Мына жерде Medical Campus салынып отыр қазір. Это как бы жарты жыл бұрын істелінген, түсірілген, то есть қазір уже бітіп қалған. Мынау Lake. И, то есть, мынау қателестім, мынау Medical Campus, бұл салынып қойған уже. Мына салынып қойған мына зданиялар. Medical Campus, мына жерде Musical Campus, мына Medical Campus енді салынып жатыр қазір, бітіп қалды ол тоже Medical Campus. Одан кейін мына жақта Upper Campus. То есть, мына жақтан не көрсек болады? Міне колледждарды көріп шықсақ болады былайынан. Және мынау колледж бойынша сұрағым бар еді. Да, қандай сұрақ? Білмейсіз бе, қазақтарды негізінен қай колледжға жіберетін? Қазақтар, так, бізде жаңа айтқанда интернешнл тұратын отдельный колледж жоқ. Бізде Минервада қазақтар тұрады, бізде Дилиженсте қазақтар тұрады, бізде Линкта қазақтар тұрады, Мюзда қазақтар тұрады. То есть бүкіл колледжда қазақтар тұрады негізінде. Бөліп тастайды? Қалай? Елге қарамай бөліп тастайды? Я бөліп тастайды. То есть это как бы рандом бөлінеді. Сол үшін удача байланысты қай колледжға түсетініңізді. Мысалында Линк колледжға түсесіз ба, немесе там басқа колледжға түсесіз ба, это удача рандомға байланысты, короче. Колледжға түссеннен кейін ол жерде 4 жыл тұрамыз, е? Ол жерде 4 жыл тұрамыз, 4 жыл тұру керек. Немесе тұрмасаңыз да болады. Это өзіңізге зависит. Ауысу мүмкін бе өзі колледжден? Мысалы, бір жері ұнамай қалса? Колледж, жоқ, ауыспайды колледж. Ондай жоқ, рұқсат жоқ оған. Солай. Сайттан, жаңа айтқандай, кампустың түрін көрсеңіздер болады. Өте жасыл қала, көріп отырсыздар. Там холмдар көп. Лейк бар. И вот осылай негізінде айтатыным. Сонымен бітті. Вроде уникті бітіріп, мысалы
ертең мастерға PhD-ға келсеңіз сол бірдей колледж береді ғой, иә? Сол иә, бірдей естіген. колледж беріледі. То есть колледж деген это просто дорм емес. Колледж деген ол сообщество. Сообщество, к которому будет до конца, короче. Соңына дейін тапить ететін сообществоға. То есть На всю соның жизнь. ішінде. Да. Солай болды. Келгеніңізге рахмет. Бүкілі сұрақтар болса, телеграмға жазсаңыздар болады. Телеграм. Тағы бір жазып жіберейін мына жерде. Хатқа жазып жібердім телеграмда. Телеграмға любой сұрақтар қойсаңыздар болады. Болды, рахмет онда И аға. болды. Сәттілік университетке тапсырыңыздар. Оқушыларға да рахмет. Иә. Шыға берсеңіздер болады.